Уважаемые гости, добро пожаловать в Пасху. Бүгін Өскемен қаласына Тарбағатай ауданының туған жер алтын бесін бағдарламасы аясында гала концертінің Өскемен қаласының тұрғындары мен қонақтарында ұсынудамыз. Сонымен қатар Тарбағатай ауданында қол өнері, мәдени жәдігерлері, сонымен қатар кітап көрмелері, ауыл шаруашылығы өнімдері көрмеде көрсетілген. Енді гала концертке 100-дің үстінде 150-ге жуық өнерпаздар келіп, өз өнерлерін паш етеді. Сонымен қатар бұл іс-шарамен шектелмейміз. Ертең 29 күні таңғы сағат 7-ден Алтай көтерме базарында Тарбағатай ауданының ауыл шаруашылық өндірушілерінің үлкен жәрмеңкесі өтеді. Бұл нарықтық бағаға қарағанда 10-15% төмен сатылады. Сонымен қатар біз ол жерде ұлттық тағамдарға ерекше көңіл бөліп отырмыз. Ұлттық тағамдарды келіп алуға болады. Сонымен қатар Өскемен қаласында өздеріңізге белгілі Максимол үлкен сауда орталығы ашылған. Сол жерде сағат 11-де Тарбағатай ауданының ансамбльдері өз өнерлерін жұртшылыққа паш етеді. Онда келіп тамашалап, көңіл көтеріп қайтуға үлкен мүмкіншілік бар. Біз бұл жерде көрмеде тек қана өнімдерге көңіл бөліп отырған жоқпыз. Бұл жерде нағыз қазақтың бұрынғы салт дәстүрлері, өнерлері, суреттері, сонымен қатар жаңағы тарихи кітаптар, бұрынғы тарихи жәдігерлердің бәрін көрсетудеміз. Біз барша ұжым өлшермен 110 адамдай адам келдік. 110 адамның ішінде Ақжар ұлт аспаптар халықтық оркестрі, сонымен қатар Барқытбел этно ансамблі, Достар дауысы халықтық ансамблі, ерлер ансамблі, сонымен қатар Шаттық бишілер тобы, кішкентай бүлдіршіндерімізден құрылған. Сонымен қатар біз бүгінгі игілік шараға биылғы жылы атаулы дата, мерейлі даталардың Хакім Абайдың 180 жылдығы, Нұрғиса Тілендиев атамыздың, және Ескендір Хасанғалиев, біздің ағаларымыздың әндерінен шашу шашайық деп отырмыз. Сонымен қатар театралдық көріністе көрсетсек деп отырмыз. Хакім Абайдың сөздерінен құралған біздің жастарымыздың жүрегіне сіңсін, халқымыз ары қарай сусындай берсін деген ниетпен ұжым дайын, сәтті өнер көрсетеді деп үміттеніп тұрмыз. Сағынып келген ел жұртыма сәлем беріп, құттықтаймын Тарбағатай күніменен.